Сәлеметсіздер ме, құрметті ата-аналар? Бүгінгі ата-аналар жиналысының тақырыбы оқушылардың қысқы каникул кезіндегі қауіпсіздік ережелері мен мектептегі үйірмелер мен секциялар жұмыс кестесі. Құрметті ата-аналар, сіздер өмірге ұл мен қызыңызды әкеліп, солардың болашағы үшін қамқор болып, еліміздің болашақ азаматын тәрбиелеп отырсыздар. Сондықтан да балаларды айналадағы қауіп-қатерден сақтап, алдын алуға үйретейік. Ендеше, өрт болған жағдайда өрт сөндірушіге хабарласу үшін 101 нөміріне хабарласуды, егерде қауіп-қатер төнсе, полицияға хабарласу үшін 102 нөмірін, егерде өзіне немесе өзгелерге көмек керек болса, денсаулығы нашарласа, жедел жәрдемге хабарласу үшін 103 нөмірін, егер газдың иісі байқалса, орталыққа хабарласу үшін 104 нөмірін теру керек екенін үйретіңіз. Оқушылардың қысқы каникулы кезінде мектепте үйірмелер мен секциялар келесі кесте бойынша жұмыс жасайды. Спорттық секциялар дүйсенбі жұма күндері сағат 11:00-ден 12:00-ге дейін жұмыс жасайды. Үйірмелер дүйсенбі жұма күндері сағат 12:00-ден 13:00-ге дейін жұмыс жасайды. Балаларға қауіпсіздік туралы ережелер. Мен қауіпсіздік туралы не білуім керек? Үйде қағаз парақшасына ата-анаңның ұялы телефондарын және шұғыл қызметтердің телефондарын жазып ал. Ешқашан ешкімге есік ашпа. Бірден ата-анаңа қоңырау шал және болған жағдайды айт. Егер бейтаныс адамдар пәтер есігін бұзып жатса, полицияға 102 нөміріне ата-анаңа қоңырау шал. Телефон болмаған немесе ол істемеген жағдайда балконға шығып, өрт деп қатты айғайла. Ата-анаңа олар болмаған кезде күні бойы болған барлық оқиғалар, үйіңе келген немесе есігіңді қаққан адамдар, пәтер жанында тұрған адамдар туралы хабарла. Кіреберіс пен лифтке танымайтын адамдармен бірге кірме. Егер пәтеріңнің жанында танымайтын адам тұрса, қасына жақындама, одан әрі жүр және көршінің қоңырауын бас. Олар ашқан кезде көмек сұра. Көшеде егер үйден шықсаң, ата-анаңа қайда және кіммен бірге баратыныңды, қай жерден сені іздеуге болатынын және қашан келетініңді жазып, қысқаша хат қалдыр. Егер сен кеш қалсаң, ата-анаңа қоңырау шал, оларды ескертіп қой. Гараждарды, адам жоқ жерлерді, қараңғы тар көшелерді айналып өтуге тырыс. Жолдың, жертөлелердің маңына және шатырларда ойнама. Бейтаныс адамдардан тәттілер немесе сыйлықтар алма және оған қоса ата-аналарыңа айтпастан, тіпті саған бірдеңе көрсетем, көлікпен серуендетем немесе компьютерлік ойынды ойнауға берем деп уәде берсе де, олармен ешқайда барма. Көшеде танымайтын көліктерге жақындама. Бөтен адамдарға жоқ деп айтуға ұялма. Егер сені күш көрсетіп алып кетуге талпынса, қатты айғайла. Бұл менің ата-анам емес, мен оларды білмеймін, менің атым, менің телефоным, ата-анама қоңырау шалыңыз, көмектесіңіз, құтқарыңыз. Егер сені қарақшылар тонап жатса, оларға ақшаңды және бағалы заттарыңды бер. Ең маңыздысы сенің қауіпсіздігің. Қымбатты балалар, бұл ережелерді мұқият оқыңыздар және сақтаңыздар. Ережелерді сақтау қауіпсіздік кепілі. Жаяу жүргіншіге арналған жол қозғалысының 7 ережесі. Жаяу жүргіншілерге арналған зебра жолағымен ғана жолдан өту керек. Жолдан өту үшін жүргізуші сені байқап тоқтағанына көзіңді жеткіз. Жолға жүгіріп шықпа. Жолға жақындағанда жан-жағыңа қара. Бірінші солға, орта жолға келгенде оңға көз сал. Жол жиегімен емес, тротуармен жүр.
Жол бойында немесе тротуарда ойнама. Ата-анаң қасыңда болмаса, басқа жаяу жүргіншілермен бірге өт. Бағдаршамның жасыл түсіне ғана өту керек. Қызыл түс жанғанда жолды кесіп өтуге болмайды, тіпті машиналар көрінбесе де. Жолда сақ болыңыз. Құрметті ата-ана, балалардың қауіпсіздігі мен амандығы сіз бен біздің басты мақсатымыз. Сондықтан балалардың қауіпсіздік ережелерін есте сақтап, мұқият болуын қадағалаңыздар. Аман болса балаңыз, бақытты сіз де боласыз. Осымен ата-аналар жиналысы аяқталды. Назарларыңызға рахмет.